Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Зере мен Асқардың ата-аналары бұрыннан келе жатқан достар. Екеуінің әкелері бір оқу орнын бітірген. Айырылмас достар болған. Екеуі достығымыз енді құдалыққа ұлассын деп балаларын кішкентайынан атастырып қояды. Зере мен Асқар ес білген кезде атастырылғандарын айтып, көңілдерін қалдырмай, құда-құдағи болғысы келетіндерін айтады. Әке-шешелерінің көңілін қалдырғысы келмеді ме? Есейген соң қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүреді. Бірде кешкісін серуенге шығып, түнгі қаланы аралатып қайтатын. Бірақ ешқандай артық әңгіме айтылмайтын. Сөйтіп жүрсе де, Зере Асқарды қатты ұнатып қалды. Асқар да ұнатады деп ойлады. Басқа ешкімге қарамай, болашағын тек Асқармен елестетіп жүрді. Бірақ Асқар өз сезімін білдіруге еш асықпады. Тек жылы лебіздерін көрсетіп жүретін. Аға ретінде қамқор болып жүрді. Асқарды ұялып жүрген болар. Маған деген құрметі ерекше ғой. Демек ұнатады деп ойлайды. Соңғы кездері Асқар көп келгіштеп жүр. Бір нәрсе айтқысы келетіндей көрінеді. Бірақ ештеңе айтпайды. Бүгінде кешкісін Асқар Зереге келіп тұр. Қолында шоколады бар. Біраз әңгімелесіп, қипақтап, бір нәрсе айтқысы келгендей болды. Мұны сезген Зере маған өз сезімін білдіре алмай отырма деп ойлады. Іштей қуанып та отыр. Бірақ бүгінде ештеңе айтылмады. Асқар біраз отырып қайта кетті. Зере соңғы уақытта түнімен дөңбекшіп, Асқарды жиі ойлайтын. Соның жары болғысы келді. Қашан сөз салады екен деп те ойлады. Көз алдына иә деген жауапты айтқанын елестететін еді. Сосын өз ойына өзі мәз болып жатады. Ертесіне Зере ерекше көңіл күймен тұрып, әдемі киімдерін киіп оқуына жиналып жатқаны сол. Анасы хабарласты. Зеретай, қалайсың қызым? Жақсымын анашым, өзіңіз қалайсыз? Әкем қалай? Шүкір аман есен. Оқуың қалай? Қарның тоқ па? Ақшаң бар ма? Жағдайын сұрап, неден бастарын білмей, ары-бері қипақтап отыр. Қалай айтсам екен? Зеретай, Асқармен хабарласып жүрсің бе? Иә анашым, не болды? Жай сұрап жатқаным ғой. Негізі бұлай ғой қызым. Енді саған не айтарымды білмей отырмын. Кеше Асқар үйленіп кетіпті. Саған ештеңе айтпап еді деді. Зеренің бірденен түрі өзгеріп кетті. Қашан? Кеше ғана келіп кетті кешкісін. Үйленетінін айтпады ғой бірақ. Білмеймін. Үйіне айтпай, кеше өзімен бірге оқитын қызды апарыпты. Жақсы көретін қызым деп. Апарып тұрған соң, ата-анасы амал жоқтан басына орамал салыпты. Енді әкеңе хабарласып, ұлы үшін кешірім сұрап жатыр. Өздерін кінәлі сезініп отыр. Жарайды. Бақытты болсын деді Зере. Өзінің көңіл күйін байқатпайын деп. Өзіне бәрібір сияқты болып сөйлесіп тұр. Бір жағынан анасында уайымдатқысы келмеді. Бірақ іші алай-дүлей болып жатты. Асқар маған ағамдай ғой. Уайымдамаңыз. Қайта дұрыс болды үйленгені. Сіздерге әзір тұрмысқа шыққым келмейді деп айта алмай жүредім дей салды. Иә қызым, саған қалай айтарымды білмей, әрең хабарласып едім. Жақсы болды ғой. Өзің де әлі бауыр баса қоймағаның. Анасы мен қызы кішкене сөйлесіп тұтқаны қойды. Өзін әрең ұстап тұрған Зере тұтқаны қояр қоймас, көзінен моншақтап жастары ытқып шыға берді. Жиналып жатқан сабағы да жайына қалды. Бәсе деймін, кеше бір нәрсе айтқысы келіп еді. Осыны айта алмаған екен ғой. Мен болсам қиялданып жүрмін. Ұнатпаса айтпады ма?
неге мені алдап келді? Алған келіншегі кім болды? Ару ма? Басқа ма деп әбден басы қатты. Бірақ өзін қоярға жер таппай отыр. Керексіз, зат секілді тастап кеткендей сезім болды. Біресе жылап, біресе қайта ойға шомып кетіп отырды. Ару Асқармен бірге дәрігер мамандығында оқитын қыз. Ару десе ару шіркін. Ұзын бойлы, қыпша бел, қасы көзі қиылған, аппақ келген қыз. Қашан көрсең екеуі бірге жүретін. Бірақ Асқар досым деуші еді ғой. Жай айтқан екен ғой. Не де болса Асқарға хабарласайын деп шешті. Өйткені ішін жегідей жеп бара жатқан сұрақ, мені неге тастап кетті? Кімді алып барды? Ол қыз кім? Көп ойланбастан, ет қызулықпен телефоннан номерін тере бастады. 2-3 үзілістен кейін таныс дауыс. Зере, сәлем. Қалың қалай? Сәлем Асқар. Жақсымын. Қалай жағдайың? Құсың құтты болсын. Рахмет. Зере, ренжімеші. Саған айтуға батылым бармады. Қанша оқталсам да айта алмадым. Бір жағынан әкемнің берген уәдесі бар. Бір жағынан өзімнің жақсы көретін қызым бар. Не де болса жүрегімді тыңдадым. Білесің ғой, мен саған қарындас ретінде қарайтынымды. Ренжімеші. Зере біраз нәрсе айтқызы келген еді, бірақ батылы жетпеді. Сәл үнсіздіктен соң, иә білемін, уайымдама, бақытты болыңдар. Сен де маған ағам секілді едің. Сондықтан өз-өзіңді кінәлама. Жеңешем кім болды сонымен дейді. Ару бірге оқитын. Аруға үйлендің бе? Иә, жақсы, екеуің қатты жарасасыңдар. Бақытты болыңдар. Жай құттықтап қояйын деп хабарласқанмын. Рахмет, Зеретай. Жақсы. Зере тұтқаны қоя сала тағы жылады. Іші өртеніп барады. Бүгінгі күні жылаумен өтті. Қайтсын. Бауыр басып ұнатып қалған еді. Енді сүйгені басқаға үйленіп кетіп отыр. Түнімен ұйқысы да жөнді болған жоқ. Таңертеңгісін амал жоқ оқуына бару керек. Сүйретіліп оқуына келді. Көздері ісіп кеткен. Түрі шаршаңқы. Құрбысы көре сала, не болған түріңе? Ауырып тұрмысың? Жоқ. Неге, не болды? Асқар үйленіп кетті. Қойшы, кімге? Дос қызына бірге оқитын. Мені ұнатпапты. Қарындасы ретінде ғана қарайды екен. Қойшы соны. Содан басқа жігіт құрып қалды ма? Сонша жылап сенде. Сені басқа бір жігітпен таныстырамын. Не қыласың сені ұнатпаса? Жүгіресің бе артынан? Ұмыт оны болды. Саған әлі талай жігіттер ғашық болады, көрде тұр. Зере күнде оқуына келіп жүр. Ойының бәрі Асқар. Бауыр басып қалғаны сонша, көрмегенде іші алай-дүлей болып, бір ретте болса көргісі келіп жатыр. Бірақ хабарласуға өзін әрең ұстап жүр. Өз-өзіне, болды Зере, ұмыт, оның келіншегі бар. Бақытты өмір сүріп жатыр деп күбірлеп қояды. Арада ай өтер-өтпес құрбысы Зереге хабарласады. Бүгін дайын отыр, бір жігітпен таныстырамын. Асқарға ерегіскенде басқа біреумен жүрсе, қашанғы жүресің мұңайып? Сенің қазіргі жағдайыңа қарап жүрегім ауырады. Еңсеңді көтер. Бір жігіт үшін өзіңді тастап жібересің бе? Дастан жақсы жігіт. Өзінің кәсібі бар. Соны дөңгелетіп отыр. Оқыған, тоқыған жігіт. Бұдан артығын таппайсың деп асыра мақтап жіберді. Кешкісін құрбысы 2 жігітті ертіп келді. Бұл шыққанша есік алдында күтіп тұрды. Зере терезеден аңдып қарап қояды. Қайсысы болды екен деп. Көп ұзамай бетін әрлеп, киініп Зереде шықты. Сәлемдесіп болған соң, құрбысы екеуі мәшиненің артқы жағына жайғасты.
Қаланың қақ ортасындағы жақсы бір кафеге келді. Ішке кіріп жайғасты. Құрбысы ортада таныстырып жатыр. Дастан деген ұзын бойлы, аққұба келген сымбатты жігіт екен. Қасындағысы Дастанның жолдасы Ғабит. Дастан бір қарағанда көз тоярлықтай жігіт, бірақ бәрібір Асқарға жетпейтін сияқты. Әңгімелесіп отырып, Дастанға көзі түсіп кетіп еді. Зереге қарап отыр екен. Сынап отырғандай қарап отырды. Қайтқанша көз алмай отырғанын сезді. Үйлеріне тарап, хабарласатын болып қалды. Құрбысы Зеренің үйінде қалды. Екеуі үйге кіре сала әңгімесін айтып жатыр. Құрбысы, қалай екен, ұнады ма? Бір қарағанда жақсы сияқты. Жақсы болғанда қандай? Бұдан артығын таппайсың. Бұл үйленетін жігіт. Сондықтан асығыс, ертерек жауабыңды айту керек. Сені ұнатып отырғаны анық. Барғаннан қайтқанға дейін саған қарап отырды. Зере ойланып отыр. Не істесем болады? Ертемес пе дейді. Бір жағынан Асқардың бұны тастап кеткені есіне түссе, ашуланып кетеді. Не де болса көрермін. Егер үйленемін десе кете беремін. Мені қалып кетті деп ойламасын. Одан да жақсы бай жігітке шығыпты деп ойласын деп, асығыс шешім қабылдап отыр. Ертесіне Дастан хабарласты. Кешке келетінін, айтатын сөзі барын айтты. Айтқан уақытында Дастан келді. Екеуі саябаққа барып оңашада әңгімелесіп отыр. Үйленетінін, ұнатып қалғанын айтты. Ұзақ уақыт жүрмей үйленгісі бар. Енді Зеренің жауабын білмекші болып келген екен. Асқарға ерегісіп, жарайды деген жауабын сол жерде беріп жіберді. Өзі де қалай тез болып кеткенін білмей қалды. Арада 3 күн салып Зере тұрмысқа шығып кетті. Алып қашып барды, тек өзінің келісімімен. Барған жері бақуатты отбасы екен. Атасы жақсы кісі. Бірақ анасы түрі сұстылау, келген өзге ұлттан екен. Бара салып отырса да, тұрса да әр қимылына сынайтып отыратын болды. Өзінің осы уақытқа дейін белгілеп қойған ережесін ұстанғысы келді. Дастан да анасын тыңдайтын ол. Анасы не айтса, екі етпей орындайды. Үйінде сол енесі би. Бара сала оқуын сырт бөлімге ауыстырып, жұмысқа тұрғызып жіберді. Күндіз сырттағы жұмыс, келген соң үйдегі жұмыс. Қанша тірлігін істеп жатса да, мін таппай қоймайды. Отырса опақ, тұрса сопақ қылатын енеден шаршап, өзінің асығыс шешіміне өкінді. Не істеп қойдым? Әлі де жүре тұруым керек еді. Осындай өмір маған керек педі. Отбасылық өмірге әлі ертеді. Бекер қылдым дейді. Отбасының бәрін біліп, қыр-сырын білу керек едім дейді. Бірақ Дастан жақсы жігіт еді. Зереге өзінің қолдауын білдіріп отырады. Тек Дастан үшін шыдап, үндеместен жүре берді. Бірақ Дастан анасына сөйлеуге бата алмайды. Зереден соның қатарына қосылды. Әбден басылып, еш үндемей жүре беретін. Тұрмысқа шыққанына да 5 жыл өтті. Қатарынан 2 ұл босанды. Онда да енесі сөйлеуін қояр емес. Ананы жаса, мынаны жаса, болмаса үйтпе, бүйтпе деп отырады. Өз еркімен өмір сүре алмайды. Шыдамы таусылған Зере әбден іші толып жарылайын деп жүр. Кезекті бір айқайында Зере қарап қалмады. Сөйлей берген енесіне айқайлап шықты. Осы уақытқа дейін үндемедім. Қояр дедім. Тіл табысып кетерміз дедім. Бірақ сөйлеуіңізді қоймадыңыз ғой. Не істесем де жақпадым сізге. Қандай келін керек айтыңызшы. Одан да қоя салайын. Дастанмен ажырасамын. Өзіңізге жағатын келін алып алыңыз. Болды, мен кетемін деп, киімдерін жинап кетті де қалды. Қалада келіп, ағасының үйінде біраз уақыт жүрді. Сосын
бөлек пәтер жалдап тұрды. Дастан хабарласып үйге келуін өтініп еді. Бармаймын болды. Менің қадірімді білсін деді. Анаңмен тұра алмаймын. Мен ауру болатын болдым, түсін деді. Содан кейін хабарласқан, іздеп келген ешкім болмады. Зере кеткен соң қайын інісі үйленді. Келін өте қу, бір беткей болып шықты. Айтқанын істете алмаса, үйінде айқай шу болады. Адуынды ене, өзінен асып түскен келін келген соң басылды да қалды. Басында үйдегі ережемен таныстырғысы келіп еді. Бұл келін көне қойған жоқ. Бұрынғы Зереге айтатын сөздің біреуін де айта алмайды. Келіні жұмысқа шығып кеткен. Үйдің тірлігінің бәрі қазір енесі жасайды. Зере қалада жұмысқа тұрып алған. 2 ұлын балабақшаға беріп тастады. Дастан балаларының хабарын білейін деп, анда-санда бір хабарласып тұрады. Керегіні деп, ақша жіберіп тұрады. Сағынғанын айтып, шыны керек, Зеренің өзі де сағынып жүр. Бірақ ештеңе демейтін. Сондай бір күні Дастан хабарласып келіп тұрмын. Сыртқа шықшы, ұлдарымды да көрейін деді. 2 ұлымен шықса, далада енесі мен Дастан тұр. Енесін көрген Зере артқа бұрылып жатқаны сол. Енесі кетпеуін сұрады. Сөйлесейік дейді. Бұрынғы сұсты түрдің көлеңкесі де жоқ. Алдыңғы жасаған, айтқандарына кешірім сұрады. Енді үйге қайтып келуін өтініп, немерелерін сағынғанын айтып, Дастанмен қосылуын сұрайды. Осы уақытқа дейін Дастанды жібермей жүредім. Келіншегіне барсаң, мені ұмыт дедім. Сол сөзім үшін, сенің қиналғаның үшін, немерелерім әкесін көрмей өскен үшін, бәріне кешірім сұраймын. Үйге қайтшы қызым деп жалбарынып тұр. Ойланып көрейін, қазір ештеңе айта алмаймын деді. Күнімен түнімен ойланып Зере жүр. Не істесем болады? Қайтадан сол былыққа барып батпаймын ба дейді. Әбден ойланып, барлығын ой елегінен өткізіп, балаларын әкесіз өсіргісі келмеді. Дастанға өз шешімін айтпақшы болып телефон шалды. Дастанда соны күтіп отырғандай тұтқаны тез көтере қойды. Дастан балаларын күтіп қалды. Алып кетпейсің бе деді. Мұны естіген Дастанның қуанышында шек жоқ. Болды. Қазір барамын деп, машинесіне отырды да зулап қалаға келе жатыр. Жүзі нұрланып, бұдан асқан бақытты адам жоқтай сезініп келе жатыр. Қазіргі Дастан мен Зере бақытты. 2 ұлдан кейін тағы бір ұл босанып алған. Осы бақытқа жету үшін біраз сынақты бастан өткізді. Бір-біріне деген сезімдерінің сынағы болды. Ене мен келіннің сынағы болды. Біраз уақыт бөлек тұрып, бір-бірінің қадірін түсінгендей. Енесі қазір көмектесіп жүреді. Кіші келін қолда тұрмады. Бөлек тұрғысы келіп, жолдасын алды да кетті. Қазір Зереден асқан жақсы келін жоқ. Ауылда да, отбасында да абыройлы.